Жазылым. Диктанттың атауы. Тәуелсіздік ел тұғыры. Тыңдаймыз. Тәуелсіздік еліміздің ең басты мерекесі. Қазақстанның жаңа дәуірде қол жеткізген барлық табысының қайнар көзі. Ғасырлар бойы арман еткен егемендік, қазақтың басына қонған бағы, астына орнаған тағы. Қазақ елі талай белестерді бағындырды. Желтоқсанда жарқ еткен жалынды жастар қазаққа азаттық таңын сыйға тартты. Осылайша күллі жаһанға қазақтың қайратын, айбынын танытты. Қазірде елімізге тыныштық заман орнап, қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман келді деп мақтанышпен айта аламыз. Жазамыз. Тәуелсіздік ел тұғыры. Тәуелсіздік еліміздің ең басты мерекесі. Қазақстанның жаңа дәуірде қол жеткізген барлық табысының қайнар көзі. Ғасырлар бойы арман еткен егемендік, қазақтың басына қонған бағы, астына орнаған тағы. Қазақ елі талай белестерді бағындырды. Желтоқсанда жарқ еткен жалынды жастар қазаққа азаттық таңын сыйға тартты. Осылайша күллі жаһанға қазақтың қайратын, айбынын танытты. Қазірде елімізге тыныштық заман орнап, қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман келді деп мақтанышпен айта аламыз. Мәтінді тексереміз. Тәуелсіздік ел тұғыры. Тәуелсіздік еліміздің ең басты мерекесі. Қазақстанның жаңа дәуірде қол жеткізген барлық табысының қайнар көзі. Ғасырлар бойы арман еткен егемендік, қазақтың басына қонған бағы, астына орнаған тағы. Қазақ елі талай белестерді бағындырды. Желтоқсанда жарқ еткен жалынды жастар қазаққа азаттық таңын сыйға тартты. Осылайша күллі жаһанға қазақтың қайратын, айбынын танытты. Қазірде елімізге тыныштық заман орнап, қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман келді деп мақтанышпен айта аламыз.